Регистан алаңы. Бұл жер әмірлердің, хандардың жарлық оқитын алаңы болған. Регистан сөзін аударсақ, ол құм алаңы деген мағынаны береді. Бірақ қазір ешқандай құм көрмеуіңіз мүмкін, бірақ осыдан 600 жыл алдын мына жерде құмдар болған. 15 ғасырда алғашқылардың бірі осы Ұлықбек медресесі соғылады. Ол мына менің оң қапталымда тұр. Ал арқамдағы ол Тиллақари медресесі. Мына жақтағы Шердар медресесі. Жалпы 15 ғасырда аспанды зерттеп, жұлдыздарды есептеген Ұлықбек медресесі міне осында. Самарқанда күн шуақты 36 градусы көрсетіп тұр. Ауа қапырық болса да, қала сені шаршатпайды, өзіне тартады. Бұл жаугершілікті де қаншама империяны да көрген шаһар. Соғыс пен бейбітшілік, билік пен құлдырау бәрі өткен. Сонда да өз сымбатын, сәулетін жоғалтпаған қала. Кез келген ел турист арқылы табыс табады. Самарқанда анау Регистан алаңына кіру бағасы жергілікті тұрғындарға 15 000 сом, енді ол біздің теңгеге шаққанда 630 теңгені құрайды. Ал шетел азаматтарына өзбек сомымен алғанда 100 000 сом, енді қазаққа есептегенде бір 4200 теңгенің айналасында болады екен. Бізде Түркістанда 200 теңге, шетел азаматтарына қанша екенін білмедім. Жалпы бұл жерде жүріп байқағаным, Қытайдан, Жапониядан туристер өте көп келеді екен. Жастары 70-тен асқан, 80-ге таяған кісілерді біз жиі кездестіріп жатырмыз. Регистанның орта бөлігінде орналасқан бұл Тиллақари медресесі. Бұл тек қана медресе емес, сонымен қатар мешіт ретінде де болған, өйткені ішінде намаз оқитын орындар көп бар. Бұл 1600 жылдары соғылған жаңағы Жалаңтөс Баһадүрдің бұйрығымен салынған мешіт медресе. Бұл Ұлықбек Қари медресесінен кейіннен барып соғылған. Қазір соның ішіне барып көрейік. Енді жалпы бұл Тиллақари медресесі мешіт деп жатырмыз, 17 ғасырға тиесілі. Бұл жерде бұның бір ерекшелігі, бұл мына менің арқамда тұрған күмбез. Енді бұл күмбез кейіннен соғылды. Осы күмбездің астында, яғни мешіттің ішінде алтын жалатылған күмбез ою өрнектері бар. Мұнаның бәріне алтын жалатылған ою өрнектер деп айтылады. Мынау тұрған күмбез бізге мынандай күмбездің іші сияқты болып көрінгенімен, бірақ бұл ровно текіс. Бұл жердегі ана ою өрнектер бар ғой, солар бізді не істейді, көзімізді алдайды яғни. Солай соғылған, солай сызылған, оюланып. Және алтын жалатылған ғой ананың бәріне. Бұл енді Әмір Темір уақытындағы екінші мешіт. Бірінші мешіт ана жақта, бұл екінші мешіт болып есептелген. Және де бұл мешіттің бір ерекшелігі, жаңа айтқанымыздай, акустикасы басқаша. Сөйлейсің ғой, дауыс сөйлеген кезде жаңғырық болып естіледі. Мына жерде имам уағыз айтатын болса, уағызды кәдімгі жай өз дауысымен айтқанда, мешіттің бүкіл жағында отқан адамдарға сол дауыс естілетін болған. Жылдардағы осы Регистанның үстінен түсірілген сурет. Мынау тұрған осы Тиллақари медресесі, үстінде күмбез болмағанда, сол кезде кейіннен соғылған күмбез. Және мына үстінде тұрған кішкентай күмбездер осы мына күмбездер. Бұл сол замандағы 16 ғасырдағы
осындай мешіт медреселерді соғу стилі ғой, портал стилінде. Бұлай күмбездер қойып шығады. Әдем. Сол кезде мінеке мына ненің Ұлықбек Қari медресенің де үстінде стройка болып жатқан сәті екен мынау. Ecco perché deve prima le cupole riscobrate, invece qua liscia. Così per me. Assalomu alaykum. Men Samarqandlik gidman, Mavludaman, ota Mavluda. Samarqand shahrida yashab, shu yerda katta bo'lib va gid tarjimon bo'lib ishlayman. Rus va Xitoy tillarida Samarqand shahrida ekskursiya olib boraman. 2 yil bo'ldi, juda ko'p xitoylik mehmonlar kelishi ko'paydi, oqimi ko'paydi. Agarda statistikaga qaraganda, hozir turistik oqimi juda katta bo'ldi. Menimcha bir kun, menimcha endi bilmayman, aniq sonini aytib bera olmayman, lekin menimcha kuniga o'zimizning mahalliy odamlar bilan va chet davlatlardan keladigan mehmonlardan milliondan ortiq odamlar keladi. Самарқанда көзге түсетін тағы бір нәрсе гидтердің сауаттылығы. Ағылшынша, немісше, қытайша, тіпті итальянша өз жерінің тарихын түсіндіріп жатқан жергілікті жұрттың біз талайын көрдік. Жасы келген кісілердің өзі ойбай мен шал болып тұрған жоқпын деп келген туристерге өз елінің тарихын барынша түсіндіріп әлек болып жатыр. Әрине қосымша ақы сұрайды, бірақ еңбегі соған лайық екеніне көз жетіп жатыр. Boyamandan intervyu olishdi va hozir men mehmonlarim bilan o'z mehmonlarimning fikrini bildirmoqchiman. Ni jiao shima mingzi? 我叫邵宇， Bu kishining otlari Shawi. 你觉得 Samarkand 怎么样？ 我觉得萨马罕很漂亮，然后天气很好，太阳很大。 Bu kishi aytayaptiki, Samarqand shahri bu kishiga yoqdi va bu yerning ob-havosi issiqligi uchun salgina noqulay, lekin hamma narsa yoqdi. Bu yerning yashash sharoiti va chiroyi bu kishiga yoqdi. Ni juda nega Qozog'iston ma? 我知道卡萨斯， Ni chanja Qozog'iston ma? 我只有去 Kyrgyzstan， 没有去过卡萨斯。 Bu kishi Qirg'izistonga borganlar, lekin Qozog'istonga hali borganlari yo'q. Ni shamushan chanja Qozog'i ma? 卡萨什么意思？ Qozog'iston, ni shan chubuchu 我想去 Qozog'iston. 卡萨斯。 Bu kishi Qozog'istonga bormoqchi. Ni bu Qozog'istonda 有名人吗？ 我认识一些卡萨斯坦的人。 Bu kishi tanir ekan, mashhur odamlarni tanir ekan. Tashi şey ya? 我们大学同学。 他们的那个领导我的大学同学。你的同事，你的领导是吧？同学。 同事啊。Bu kishini nimasi ekan? Hamkasbi ekan, Qozog'istondan ekan. Tashi从 Qozog'i 是吧？ Qozog'iston人。u Qozoq ekan u odam. Bu kishini hamkasbi ishchisi ekan, Qozog'istonlik ekan. Da, kollega. 你可不可以说一句话关于那个 Kazakhstan 为他们？你祝他们是吗？ 祝福他们吗？我想他们。 要讲中文吗？ 万事如意是吧？ 可以说万事如意。 祝你们万事如意，然后一 Она 切 желает 顺 вам 利。 благополучия и всего хорошего. Әлемді жаулаған адам дәл қазір мына күмбездің астында жатыр. Ол 27 мемлекетті жауласа да, қазір 2,5 шаршы метрде ғана жатыр. Бұл Гүремир, бұл Әмір Темір қорғаны. Мұнда Әмір Темірдің ұлы Шахрух немересі Ұлықбек және жақындары осында жерленген. 1941 жылы Әмір Темірдің келіп қабірін ашады. Сонда соғыс басталып кетеді. Әмір Темірдің қарғысы деп аталады бұл оқиға. Бұл кесене 1404 жылы соғылған. Сыртына қарасаңыздар, біздің Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне қатты ұқсайды. Тіпті сыртындағы жазу стилі де, куфи стилі де бәрі бір-біріне келіп тұр. Біз жаңа ана жерде Регистанда болдық, тағы да басқа кесенелерді де көрдік, медреселерді де көрдік. Барлығы бірін-біріне қатты ұқсайды. Не себептен? Өйткені бұның бәрі шығыс стилі деп аталады. Барлығы бір күмбез астында, портал астында соғылған. Және жазулары да, бояулары да, тіпті күмбездері де бірдей. Мұнда Әмір Темірдің ұлы, немерелері, жақындары жатыр.
Толықбектің астрономиялық обсерваториясы. Мына менің арқамда тұрған соның орны. Осында отырып ол жұлдыздарды есептеген, жұлдыздарды картаға түсірген және көбінесе атқаратын осы астрономиялық жұмыстың бәрін осы орында істеген. Қазір енді жойылып кеткен, орны ғана бар. Менмін деген, жалпы Өзбекстанда менмін деген мороженое ғана ол. Қандай? Анжан мороженое. Анжан деген. Мороженое, балмұздақ. Орыстарға мороженое, бізге балмұздақ. Ішінде зор екен дәм. Қаймақ. Өзбек дегеніміз. Сөзім жоқ, мен айта алмаймын мен оған. Бұл не болды? Бұл северде мороженое бар деп бізде бәрі біледі ғой. Шымкентте дәл сол сияқты Өзбекстанда Анжан мороженое деген бар. Жаңа жалпы әр жердің өзінің бірдеңесі бар ғой. Мысалы Ташкентский шай деп жатыр, Ташкентский плов деп жатыр, Самарқанд ошы, Жизақ самсасы. Сол сияқты Анжан мұзқаймақ деген сияқты. Әдемі. Бұл тұрған кесене Әмір Темірдің әйелі Бибі ханымның кесенесі. Енді бұл Бибі ханымға арнап Әмір Темір бұйрығымен мешіт салынады. Бұл мешіттің де кішігірім аңыз тарихы бар. Мінекей көрсеңіздер болады. Мынау Әмір Темірдің Бибі ханымға арналып салынған мешіті. 14-17 ғасыр аралығында салынған болса, сол уақыттағы ең үлкен мешіттердің бірі. Әмір Темір Үндістаннан оралған соң, сүйікті әйелі Бибі ханымға арнап салдырған мына мешітті. Аңыз бойынша сәулетші Бибі ханымды жақсы көріп қалып сүйіп қалады. Бұны естіген Әмір Темір сәулетшіні өлім жазасына кеседі. Бірақ мешітті бұзбайды. Дегенмен де бұл мешіт махаббатпен салынған мешіт. 14 ғасырдағы ең үлкен мешіттердің бірі болады. Орта күмбезінің биіктігі 40 метрге жуық екен. Қазір біз Самарқандтан сөйлеп тұрмыз. Бұна базардың іші. Базардың іші. Халва, малва, сондайлар бар екен. Малва ше. Жилкмен істеген ғой кәдімгі. Линияны қарасайсың, еще ана сухофруктылар бүйтіп біртіндеп қалақ болған ғой, короче. Мынау ассорти ма? Қанша бұл? Бұл 70 мың. Екі көрсек болады? 70 киласы, я? 1 кило. Грамдап 100 грамы 7 мың. 3000 теңге екен. 1 килосы жаңғақтың еще ассорти араласы. Әр жерден жеп тойып аласың ғой. Просто қарның ашып тұрады. Уалейкум ассалам. Қандайсың? Берсе біреуін жеп көрейік. Жеп көрейік. Мынау не, құлпынай ма? Құлпынайдың қатырған тұр ғой. Кешегіде ар жақта да бар еді. Бұл жақта да бар екен. Жеп көрейік. Жіберейін ба? Бұл немен қатырасыздар бұны? Кукурuz жақты. Су, дәмі күштігін. Не жеп отырсыз? Құлпынайдың қатқан түрі ғой. Мынау не, жаңғақтың бірашқысы ма? Тұт па? Тұттың қатқаны ма? Болмайды екен бұл. Жаңғақтың сыртынан өрік па мынау? Өрікті қаптаған ғой. Тәтті болады сияқты. Біреу емес, жеп көрейін, е? Просто анау телевидениеға та. Kilogram 305 bilan. Килосы, қанша килосы? Kilogram 70. Жаңғақтың сыртынан ше, өрікті қаптаған ғой. Дәмі деген. Қанша екен килограмм? Ана басқа барам деген ше, мен қазір лықа болып тойайын деп тұрмын ғой жаңа. Килосы қанша дедің? 70 мың килосы. Сом. Теңге деп ойлап қалмаңыздар. Біздің ақшамен 3000 теңге ғой. 3000 теңге, бірақ мынау арзиды. Мынау қалғаннан да. Нандарды қараңыздар. Не деп жазып қойған мына жерге? 2025. Туған күнге апарғанға жақсы екен да.
Бізде торт апарса, бұл жақтан нан апарады. Сөйтіп жазып. 2025 мынау не деген? Бақыт тілеп Ha, бақытты болыңыз дейді. туған күнге да. Тілек жазып кетеді деген. Міне. Индийский нан. Ауыр екен салмағы әжептәуір. 1 кило. Аңғырсы жылтырап тұр ғой. Неше кило? 1 кило. Кәм тойымды ғой мынаның бір өзіне 5 адам тояды ғой мынадан. Әрі ыдыс, әрі халба. Ішіндегісін жеп болып, бұнда жейсің ғой. Жүрек халба ше. Не бұл? Bular nima? Shmilad ekan. Qaramang. Marmelat ба? Yo'q, marmelat emas. Bu nima? Qisir-qisir. Қысыр-қысыр деген не ол? Gapga o'xshaydi. Шытыр-шытыр санайсың? Қытыр-қытыр жейсің десеңші оны. Не шетіліңіз? Нандайда жаңғақ бар екен қараш. Жаңғақ баны дәнек қоя. Шағып дайындап қойған ғой бізге. Шағуға ерінетіндерге шашып таласпайды. Әркім өзімен өзі. Барасың саудаң істейсің, кетесің. Бұл жақта сосын сувенирлер бар екен. Үйге алып кеткенге, туристер көп келеді екен бұл базарға. Samarqand ayroni, Siyab bozor, birinchi varota. Түсіндіріп жатыр өзі. Chakkachalab. Тұзын қосасын. Любой время у нас ayron bor. Қызыл бұрышты. Қызыл бұрышты қосасын. Samarqandga kirib, damashina ayronini esdan chiqmasin. Ішінде бәр жеміс-жидек бар ғой, базарда көргеннің бәрі бар ғой ішінде. Muz. Алмаң бар мына. Aka ichiga siz tami buziladi. Қасық бар ма? Paketga solamiz. Mana aka ichida bor-ku hammasi. Міне. Agar paket ichiga solsangiz buzilmaydi. Алма мен сорпаны шалап бірінші рет көріп тұрмын мен. Бәдірен де бар ғой бұның ішінде. Қияр, жалбыз, Rayhon. салат. Layman. Салатпен істелген не ғой бұл? Ayronda keladi, ayronda. Damashina ayronlar bor mana. Mo'zday. Patirli, yog'li, Ustunga zo'r ko'tadi ekan. patirli, jizali ayronlar bor. Мен атымнан келсеңіздер, бір бокал тегін береді. Payazor siyazor. Aka, bet mana bet. Samarqandcha ayron bor. Damashina. Видеоға тағы құйсаңызшы деп ішіп алсаң. Біз тұрған жер Өзбекстанның тұңғыш президенті, осы елдің ең ықпалды тұлғасы Ислам Каримовтың атына берілген кесене. Ислам Абдуғаниұлы Каримов 1991 жылдан 2016 жылға дейін тәуелсіз Өзбекстанды 25 жыл басқарған елдегі ең ықпалды тұлғалардың бірі. Бұл жерде жерленуінің себебі Ислам Абдуғаниұлы осы Самарқанның тумасы. Ислам Каримовтың тұсында Өзбекстан мен Қазақстан екі елдің арасындағы достық өте мықтап дамыды. Біздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевпен де бұл кісінің мәмілесі, достық қарым-қатынасы өте мығым, бекем болды. Өзбекстанның тұңғыш президентінің мынандай бір сөзі бар бізге қатысты. Қазақтай досың болса, жолдан адаспайсың дейді. Әрдайым екі ел бір-бірімен бауырластығы, достығы одан әрі нығая берсін дейміз.